Достар сен бірге мен достар. Бүгін мен дейтін Майнкрафттағы барлық демей ақ қояйын, шамалы читтерді көрсететін боламын. Өзім білетін, егер сіздер чит қолданғыларыңыз келсе, осы видеоны қараңыздар. Мен сіздерге читтерді көрсетемін. Видео соңына тұрып лайктеңіз басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, колокольчик басыңыздар, комментарий жазып достарды ұмытпаңыздар. Достар, ал енді біз бастайық. Достар, ең бірінші біздер дейтін мынаған кіреміз. Осыған кіреміз достар. Кіргеннен кейін жазуды басамыз. Жазатын жерге кіргеннен кейін обязательно осындай қоямыз да kill деп жазамыз. К и сын 2 жібереміз. Көрдіңіздер ме достар, ол өзі өліп қалды. Егер де сіздер мысалы паркур өтіп жерге құлап, мысалы өлмей қаласыздар ғой. Неге қалай өлетіндеріңізді білмейсіздер, kill деп жазасыздар и өліп қаласыздар. Ал біз екіншіге кеттік достар. Мысалы екінші сол spawn point бетеміз мына жерге. Тағы да обязательно қоямыз. Бұны қоюдың қажеті жоқ достар. Мынаны басамыз. Осын басамыз достар. Бастық и мынаны басамыз. Осын басып spawn point деп жазылды. Енді жіберуді басамыз. Spawn point жазылып қалды достар. Мен шетте шықты spawn point жазды деп. Бұны енді тексеріп өтпей ақ қойын достар, өздеріңіз тексеріңіздер, бірақ зирамын істейді бұл достар. Ал біз үшіншіге кеттік достар. Үшінші тағы да кіреміз. Жоқ, тағы да андайға кіреміз. Мұнда бүйтіп осыны соған басқанда мұнда неше түрлі мысалында notes болып кетеді. Тағы да бас мысалы таңертең болады. Өзімді зомбилар спаун етілген. Короче достар, бұл сондай. Ал біз болсақ келесі дәп сондай. Бірақ погода дегенді басамыз. Мен өздерін түсініп тұрған шығарсыздар. Ода погоданы ауыстыруға болады. Бүйтіп бесеңіздер жаңбыр жауып кетеді. Мен қайтып өзіне қойын. Жаңбыр аяқталу керек. Достар, жаңбыр аяқталды. Осылайынан сіздерді погоданы ауыстыра берсеңіздер болады. И тағы да сондайға кіріп, мысалы, қаш. Мұны қойдың алып, кет. Так, қашамыз достар. Достар, бізде төртінші титул дәп кіреміз social жазуға. Мен өзі ұмытып қалдым достар, төртінші емес ойдым. Так, мындай стрелка қоямыз обязательно. И мұнда достар, так, гемоде деп жазамыз. Гемоде. Мысалы, бір десек, біз творческий режимге ауысамыз. Ал егерде, так, достар, гемоде 0 дейтін болсақ, дұрыс жазылмады. Достар, неге гемоде 0 дейміз? Выживание режимге ауысты. Ал егерде достар, былай и тағыдай гемоде 2 дейтін болсақ, онда біз болсақ достар ештен сындыра алмай қаламыз. Осындай достар читтер бар. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге осы видео пайдалы және де ұнаса, лайктеңіз басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Мен видеоға жібермеу үшін колокольчик басыңыздар.
комментарийға келесінің не істеріне соны жазып өтіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал достар, біз келесі бөлімде кездесеміз. Сау болыңыздар.